deydi бүгінгі кейіпкеріміз өз тақшасында. Қарапеш таңғы жазбаларынан алынған үзіндіні 10-шы сынып оқушысы Темірбек Дариға орындайтын болады. Қабыл алыңыздар. Bana dönünce өз қатарында адамар бол. Үйден қонақ үзілмейді. Әрине, 2 айда 2 жылқыны соғымға сойса, қайдан үзілсін? Үлкендер жал жайлатын қиған соң әңгіме. Қазіргідей өстек емес, аңыздар, хикаялар. Бірде әйгілі ұрының бәске көршісінің жылқысын білдірмей ұрлағанын естімеймін бе? 6-7 жасар. Бандандағы көрші балаға мән-жайды түсіндіріп, көршінің тауығын білдірмей ұрлап көрейік дейін. Құдай-ау, сонда үйде жекелеп елдің 200 тауық, 100 үндік бар. Маңыздысы әлгі ұрыға ұқсап жылын білдірмеу процесі. Құтып алмай жүрген тауықты аяйын ба? Бір тауықты алып, орнына біздің үйдің 3 тауығын апарып, қосып жібердік. Ермекке отқа қаттап жедік. Дәмі түкте ұнамады. Ертесіне әлгі үйдің апасы кеп апама, сарымзау, біздің үйдің қоңыр тауық алып, сенің 3 тауық пайда болыпты. Жүрші, көрші, десін. Зәреден зәре қылмады, жалмауызға да жан керек. Апам нан ашып жатқан. Сырттан келген әкеме баруын айтты. Әкеме еріп, мен келем. Әкем бірден танып, маған қарады. Мен жерге қарадым. Біздікі емес. Құдай біреуін алып, орнына 3-еуін қамап кеткен болар. Қайтесіз іздеп, бұйырсын, деумен шектелген әкеме еріп, сүмірейіп келді. Әкемнің ашуы басылды білем. Қарағыз, біріншіден ұрлығы аз жұқпайды. Біреудің орнына 3-еуін беріпсін. Бірақ ол тауықтар менің маңдай теріммен келген. Демек, менен 3 тауық ұрлады. Тауықтың да кесі бар. Қораңа тауық бітпесең әкесің. Ендігәрі мұндайыңды көрмейін. Деп жаймен зілді айтқанда, дастархан басында естіген хикаяның қатты қызық болғандығын айтып, еңірейін. Әкем біраз түйіліп тұрып бар. Шек сіресі қата берді, күліп болып. Қанша пайдалы хикаяның ең жұмылсызын құлағыңа түйіп алыпсың, авантюрист, деді. Апама келіп, ол тауықтардың біздің еместігі жайбараққа айтты. Әкемнің сол сөзінен кейін кісінің ала жібін алған емеспін. Бала қылықты сондай дана шешімнен тәрбиелегеннің арқасы ғой. Айтпақшы, шынымен де тауық асырамағанмын. Не әкемнің айтқанмен бітпеді, не баланың де өзім ығыр болғаннан жоғалған. Мектебіміздің жас ақыны 8-ші сынып оқушысы Перева Мерейдің сіздерге арнаған арнау өлеңі бар екен, соны тыңдайық. Шабыт келсе қаламдарым тербейтін, отты жырмен ел жүрегін емдейтін. Ұштастырған өнерменен өмірді, екі аруы қазақтың мен-мендейтін. Бірі болса көңілдің шөлін басқан, саясына жүректің орналасқан. Өшпесе ізғалдырған қазағыма, саябамыз әдебиетке үлес қосқан. Енді бірі бар әлемге нұрын шашқан, әр сөзімен жүректі жаулап басқан. Жазушы һәм ақын Гүлнар апай сізге іліктеп талай жас қадам басқан. Сұрақтарға кезек берсеге, сұрақтар бар екен, бұны енді бәрін үлгермесекте де біразын қамтып көрейік.
өзіңіздің бойыңыздағы қай қасиетті жақсы көресіз дегенмен мына екі сұраққа бірдей жауап берсеңіз, сіздің жолыңызды балаларыңыз немесе немерелеріңіз жалғастырады деп ойлайсыз ба дейді. Бұл да екеуіңіз де өзіңізге қатысты екен, екеуі бірдей жауап бересіз. Кекшіл емеспін. Ешқашан кек сақтамаймын. Ешқашан ешкімге өшпеспеймін. Өткеніме өкінбеймін. Болған не болса да қабыл аламын. Өйткені ол мен тағдырым деп қараймын. Мен одан секіп кете алмаймын. Мен сол жолдан өтуім керек деймін. Сосын ең жек көретінім мынау сатқындық. Өліп кетсем де айтқан сөзімде тұрамын. Сондықтан да бала күнімнен сол өр болып өскен сонша ешқашан сатқындық жасамаймын ешкімге. Ал енді тауық торлаған жаңа айтып кетті, балам ғой енді. Бір тауығын алып орнына 3 тауықты беріп кеткен. Сөйтсем ол менің әкем маңдай тереген. Ол алды да аты да сол болды. Ал немерелерім, екі баламның екеуі де мені жолымды қылмады. Екі ұлым бар. Немерелердің ішінен бір қазір Латипа деген қызым бар, кішкентай 4 жасар. Сол өзі қиялынан құрап баяғы көрі өзім сияқты неше түрлі фантазия жасаған кезде, әңгіме айтқан кезде мен соны көп тыңдаймын. Олардың күнде видеомен осы қалада тұрады, бірақ үй бөлек қой, шаңырақ бөлек екеуі. Күнде кешке жағын ана WhatsApp-тың видеосына маған әңгіме айтқан кезде, оның қиялы тура баяғы өзім сияқты сол қызынан үміт күтемін. Ол қалада. Қарай, жазушы Күләй Тәпекова деген өзі хабарласып бере ғой. Көріс бар екен, да. Сая ханымның жақын құрбысы әрі модератор. Анаға тағзым, әкеге құрмет еңбектерінің авторы. Журналист, жазушы, ардақты ана Күлия Айдарбекова бүгінгі кешімізге келе алмай қалған екен. Бізде ол кісінің шығармаларын сүйіп оқитын шәкірттеріміз баршылық. 8 сынып оқушылары Әсем Сәкенқызы мен Наурызбаева Балғаным қазір Күлия апайымыздың шығармашылығына керемет үзіндіні сіздерге тарту етті. Қабыл алыңыздар. Анаға тағзым атты шығармасынан үзінді. Анашым, асыл анам менің, ақылгөй қамқош. Өзіңізден кенеттен айырыламын деген ой, жүз ұйықтасам да түсіме кірмес сірә. Бірақ тағдырдың ісі, Алланың бұйырғаны солай. Амал қанша. Өзіңізбен ұялы телефон арқылы сөйлескенім соңғы рет екенін білсемші. Анашым, өзіңізсіз мына жалғанда жабырқап жүрмін. Бұл дүниенің бар қызығы өзіңізбен бірге кеткендей. Соңғы кезде мені түрлі сылтаулармен өзіңізден алшақтау ұстауға тырысқаныңыздың сырын енді ұққандаймын. Көз алдымнан қимас-асыл бейнеңіз, құлағымнан әлдилеген әуезді үніңіз бір сәтте кетер емес. Сәби жүрек шарқырып өзіңіз іздейді, анашым. Осылай қимас ой елестерден арыла алмай жата түскім келеді. Әрі демалыс, бөлме ішіне күн сәулесі нұры шаша бастады. Нұр демекші, дүниеге келген нәресте де анасының мейір шапағатымен, көзінің нұрымен, жүрек жылуымен өсіп желдеді емес пе? Анамның орны қашан да бөлек. Табиғатпен қоян қолтық тілдесе өскен қазекем. Әке асқар тау, ана баурайындағы мөлдір бұлақ, бала жағасындағы өскен құрақ деп тегін-теңемесе керек. Асқар тауды пана тұтып, мөлдір бұлақтан сусындап тұрған құрақ қалай жайқалмасын? Я, ана құшағы қашан да ыстық, ана тәрбиесі қашан да өнегелі.
өткен алғашқы күз бен қыс суық болды. Көктем те қуаныш сыйламады. Әсіресе 8 наурыз мерекесі ауыр өтті. Әдеттегідей дүкенге барып, анама ұнайтын иіс суын таңдап тұрып, ол кісінің дүниеден өткен есіме түсіп, көз жасымды тоқтатар. Тағы бірде жайма базарда анама жақсы көретін ақ түстес әдемі матаның алмасынан тұлып іркіліп қалды. Анашымның дүниеде жоғы есіме түсті. Енді анаға деген баға жетпес қастерлі бірақ сыйлық рухына Құран бағыштау парызы қалды. Ата-ананың күнделікті тірлікте айтып отыратын ақыл кеңестері бала үшін ертеңгі күннің аманаты. Оған жастықтың мұңмен мән бере бермейміз. Ата-анамыз дүниеден осыған соң ғана көзі тірісіндегі айтқан өсиеттерін орындауға тырысамыз. Көз алдымнан анашым күлімсіреген бейнесі елестеді. Әкеге құрмет атты кітабынан пәк аналар атты әңгімесінен үзінді. Күтумен жылдар өтті. Соғыстан азаматтар орала бастады. Жеңіс күні де келді. Ауылға оралған азаматтарының үйіне анасы мен 2 перзенті де ілесе барады. Әңгімені мұқият тыңдайтын, әрбір сөзге зейін қоятын. Олар міндетті түрде біздің әкемізді көрдің бе? деп сұрайды. Ұнамайтын жауапқа ол әлі жолда келе жатыр. Ол әлі жолда жүр деп өздерін жұбатып қояды. Кейде қызы анасының қолынан ұстап келе жатыр. Құдай, менің әкемді үйге жетелеп келші. Сол үшін сенің тамағыңды жасап берейін, үйіңді жинап берейін, барлық айтқандарыңды бұлжытпай орындаймын деп қиялдар жүрді. Ауылы көп сөйлемейтін, мінезі салмақты, анасының көзінен көп нәрсені айтқызбай-ақ ұғатын, тез есейді. Қарындасына қамқоршы бола бастады. Оның сыңғырлаған күлкісін анасы келгенде демеп отырады. Соғыстан кейінгі 4-5 жыл ішінде тағы да жауынгерлер орала бастады. Бірақ ешқайсысы советтің хатшысын көрдім, білдім демейді. Демек соғыстан оралмайды ғой. Ауыр жарақаттан көз жұмғаны рас екен ғой. Бірақ жүрек ондай суық хабарды қабылдағысы келмейді. Сүйікті жары жазған хаттарында қызы мен ұлын көбірек еркелетуді сұранатын. Әлемдегі ең ақылды, ең сұлу әйелді Алла өзіне жар етіп бергеніне достарына мақтанышпен айтатынын жеткізетін. Хаттардың әрбір сөзі жүрекке жатталып қалған. Күш бергенде, нәр бергенде сол сөздер. Еңсесі көтере алмай, бүк түсіп, зіл басып, ауырып қалғанда да сол сөздер жігер берді. Анасы қағазда 2 рет қара қағаз алып, ауырып мұңға батып, ауырып, естен талып, қайта тіріліп, қайта күш жүгерін жинап, аяққа тұрғызуға да сол сөздер әсер етті. Аяққа тұрғызды, Аллаға сыйынды. Күту, күте беру, күту азабы басталды. Балалары мектептен келе сала әкесін күтетін. Анасы жұмыстан асығып, аптығып келумен 10 жыл күту, 20-30 жыл күту. Балалары үйлі жайлы болды. Ал ол кісі әр жан-жарын күтумен келеді.
жанбайды, өшеді. Өшемін. Биыл тәуелсіздігімізге 30 жыл деп жатырмыз. Сонау еліміз тәуелсіздікті алып, ешінен етегін жауып жатқан кезде атақты режиссер Райымбек Сейтметов Түркістанға келіп, Түркістанда тұңғыш театр ашты. Ал сол театрдың басқасында жүріп, ыстығына күйіп, суығына тоңып, аяғынан тік тұрып кетуіне, алғашқы кірпіштерін қылып, аяғынан тік тұрып кетуіне, ұйымдастыру жұмысының қандай екенін бәріміз білеміз, соған сөйлеріміз біздің сәкен екенін біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Сол ұйымдастыру жұмыстарының бәрінің басқасында жүріп, жоқ жерден театр жасаудан қиын ауыртпашылығын бәрін көтергеннің ұйқысыз түндері, қаншама шығармашылық ізденістер, ұйымдастыру жұмысының қаржылық қиындықтары бар, соның бәрі қаншама қыруар жұмыс десеңізші. Ал сол кезде соның бәрін қаршыдай ағызға сеніп тапсырылған жұмысты ойымастан көтеріп, сол кезде басшылық жасап, бірнеше жыл директор болып атқарған біздің Сәкен. Сәкен сол алғашқы театрды құрып өнер факультетін ашты. Сол жерге осы ауылдан осы өзіміздің оңтүстіктен өнерге талабы бар жастарды терді. Бір студентті дайындады. Сонымен алғаш студенттер 3-ші курста жүрген кезінде ол кісі спектакльдер қойып, сол келіндер көтерілісі, Егайдың келіншек деген спектакльдер қойып, спектакльдер кәдімгі билетке саталасып, өйткені жаңа келесі спектакльдер қажетті, әсіресе мынау келіндер көтерілісін қояр кезде, 8 келінге өзіңе қосқанда әйтәс бөліктер керек қой енді, өзбектер. Өйткені жаңағы шелек белек үйдің сақы дегендей. Сонда ауылында кезер маған болғанда деген спектакль қойған еді. Сұлтанай Бауырбаева Райымбек ағамыз қойды. Соның билетін қолдан жасап, компьютерден соны сатып, соның үстінен ақшасына базарға барып, 4 шелек керек қоймайды. Сол 4 шелекті сатып алдым. Бірінші рет билеттің үстін ақшаға. Сонда шелекті бір-біріне кезінде шақтағы базардан шығып жатқан кезде көктем тұғын есімде. Күннің сәулесінен ана шелекті түсіп жарқыраған кезде жербетіндегі ең бай, ең бақытты адам сол кезде мен болдым. 4 шелек сатып алғанмын. Осылай біз бастадық сол театр. Артынан Назарбаевтың атына 99 жылы, 1999 жылы Райымбек ағай айтып отырды, мен жазып отырдым, хат жаздық. Осындай Түркістан осы көне түркі әйелінің Түркия